Сәлем бердік сіздермен келін асханасы. Бүгін жұмсақ сливочный креммен жақсы үйлесімін тапқан, көпшіліктің көңілінен шығатын сүйкімді капкейктер жасайық. Дастарханға жай ғана кекстер қойғанша, бетін әсемдеп, крем жағып қойса, қонақтардың көз жауын алатын десерт. Осы мөлшерден 18-20 штук капкейктер шығады. Толық қажетті заттар видеоның астында описание бөлімінде. 3 жұмыртқаны таза құрғақ ыдыста шым-шым тұзбен миксерлеп көпіртеміз. 1 толы стакан қант пен шым-шым ванилин қосып 5 минуттай миксерлейміз. 1 толы стакан айранға сода салып, араластырып 1-2 минут күтеміз. Көпіріп реакцияға түсу керек. Қою массаға айналған жұмыртқаға жарты стаканнан көбірек сұйық май немесе сары май құйып араластырамыз. Құрғақ массаны дайындап қоямыз. Ұнға какао, қопсытқыш қосып және айранға 1 шай қасық гелевый қызыл краситель құйып араластырып қоямыз. Жұмыртқалы массамызға құрғақ масса мен айранды кезек-кезек құйып бәрін біріктіреміз. 1 келкі қою қаймақ тәрізді консистенция болу қажет. Менің каналымда видео рецептер аптасына 3 мәрте шығады. Жіберіп алмау үшін қоңыраумен тіркеліп қойыңыздар. Осы рецепт ұнаса лайк басыңыздар. Және де сілтемесін қалдырамын жоғарғы оң жағыңызда. Вупи пай, трайфл десерті, ыстық тамақтардың, қазіргі сезонный мезгілдік асқабақтан кешкі ас жасау рецептері бар. Қарап көріңіздер. Қою қаймақ тәріздер қамыр болды. Арнайы кекс пісіретін силиконды ыдыстарда пісірсеңіз болады. Және кондитерлік дүкендерде сатылатын қағаз формаларды сатып алсаңыз болады. Әсемдік үшін. Формаларға 2 ас қасық қамырдан саламыз. Ортасынан сәл асуы керек. Кекс жақсы көтеріледі. 180 градус қызып тұрған пеште 20 минуттай піседі. Ағаш таяқшамен тексеріп көріңіз. Салқын 400 грамм сливочный немесе творожный сырды 1-2 минут баяу жылдамдықта миксерлейміз. Оған 120 грамм қант ұнтағын сеуіп, 300 мл салқын тоңазытқыштан шыққан кілегейді құйып, 1 келкі қою масса болғанша миксерлейміз. Кілегейді жұмыс жасамас бұрын 10 минутқа тоңазытқышқа, яғни мұздатқышқа қойып қойса, өте жақсы миксерленеді. Креміміз қою, венчигіміздің миксеріміздің насадкасынан құламай тұрып тұру керек. Стаканға кондитерлік қалташаны кигізіп, мен жұлдызша насадкасын алдым. Осы қалташаға лопаткамен немесе қасықпен кремді салып, суыған кекстерімізге шетінен ортасына қарай кремді әсемдеп, иректеп құйып шығамыз. Құйылуы өздеріңіздің қалауларыңызша иректеп, немесе гүлді-гүлді насадкалармен де құйсаңыздар болады. Ең оңай тәсілі осы. Немесе кремді әртүрлі түстерге боясаңыздар да болады. Бір кексті үгітіп, бетіне сеуіп, әсемдеп шықса болады. Және кондитерлік жылтырларды қолданса да болады. Көз жауын алатын дастарханға ерекше көрік беретін десерт. Қонаққа немесе сыйлыққа апарса да ерекше сыйлық болады. Жұп-жұмсақ үлбіреген пышный кекстарымыз осындай. Жасап көріңіздер, үлкен кішінің бәріне ұнайтын капкейктер дастарханға ерекше сән береді. Толық рецепт видеоның астында описание бөлімінде. Осы мөлшерден 18 штук капкейк шықты.